Оқушылар 463 тапсырмадан бастап орындаймыз. 463 тапсырманың біріншісінде 2,6-1, 2,6-1 және 3,9-1. Бұл жерде 6 мен 9-ға ең кіші ортақ еселік, яғни ең үлкен ортақ бөлгіші бұл жерде 18 болып тұр, ең кішісі. 18-ді 6-ға бөлсек 3-тен береміз, 18-ді 9-ға бөлсек 2-ден береміз. 2,18-ден 3 және 3,18-ден 2 болып келеді екен, бірінші есеп. Енді екінші есепті шығарайық. Екінші есепте 1,4-ден 3 және 3,12-ден 5. Бұл жерде балалар ортақ бөлім 12 болады. 12-ні 4-ке бөлсеңдер 3 болады. Сонда 1,12-ден 9 және 3,12-ден 5. Мынаған 1-ден береміз, бөлімі. Үшінші есепте 4,7-ден 2 және 5,21-ден 4. Бұл жерде 7 мен 21-ге ортақ бөлім 21 болады. 21-ді 7-ге бөлсең 3 болады. Сонымен 4,21-де 6 және 5,21-ден 4. Сол күйі өзін береміз. Мынаған 1-ден берген екен. Төртінші есеп. Төртінші есепте 1,20-дан 7 және 2,50-ден 3. Бұл жерде 50 мен 20-ға 100 болады. 100-ді жаңағы 20-ға бөлсеңдер 5 қой, ал 100-ді 50-ге бөлсеңдер 2. Енді 1,100-ден 35 және 2,100-ден 6 болып табылады. Бесінші есепте 1,11-ден 3 болса, екіншісі 2,2-ден 1. Бұл жерде 11 мен 2-ге ең үлкен ортақ бөлгіш ең кішісі деген сөз. Так, бізде 22 болады. 22-ні 11-ге бөлсеңдер 2 болады да, 22-ні 2-ге бөлсеңдер 11 болады. Ал енді есептейік. 1,6-дан 22, 2,11-де 22 болып болады. Алтыншы есеп. Алтыншы есепте 6,100-ден 7, екіншісі 4,10-нан 9. Бұл жерде 100 бен 10-ға ортақ бөлім 100 болады. Яғни мына жерден 10-нан берем деген сөз. Біріншісін өзгертпей сол күйі өзін жазамын. 6,100-ден 7, ал екіншісі 4,100-ден 90 болып қалады. Жетінші есепке қарайық. Жетінші есепте 2,15-ден 8, 1,12-ден 5. 12 мен 15-ге ортақ бөлім бізде 60 болады. 60-ты 15-ге бөлсеңдер 4 болады, 60-ты 12-ге бөлсеңдер 5 болады. Ал енді 2,32-де 60, екіншісі 1,60-да 25 болады. Келесі 8-ші есеп. 8-ші есеп берілген жазайық. 3,18-ден 1 және 2,15-ден 4. Бұл жерде 15 пен 18-ге ең үлкен ортақ бөлгіш бізде 90 болады. Яғни 90-ды 18-ге бөлсек 5 болады да, ал 90-ды 15-ге бөлсек 6 болады. Енді 3,90-да 5, екіншісі 2,90-да 24 болады. 464 балалар. Так, біріншісінде натурал санда берілген жай бөлшекпен бөлімі бірдей жай бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Яғни 7 берілген бізге біріншісінде. Және 8-ден 5 берілген. Енді мынаның бөлшектің бөлімін 8 қылу үшін бұны қалай жазуымыз керек? Бұны жазу үшін балалар 6 бүтін бір санға кемітіп 8-де 8-де жазайық. Және 5-де 8 өзін жазып қояйық. Енді 8-ді 6-ға көбейтіп
8-ді қоссақ бізде балалар 56 шығады. 56-да 8, 56-ны 8-ге бөлсек 7 болады. Екіншісі 5-те 8. Екінші есеп. Екінші есепте балалар. Қарақшы. 9 және 4-тен 1. 8 бүтін 4-тен 4 және 4-тен 1. 8, 32, 36, 36-ны 36-да 4. Нүктелі тұр. 4-тен 1. Яғни 36 4-ке бөлсең 9. Үшіншісі. Так. 7-тен 3 және 4. Бір санға кемітіп жаза береміз. 7-тен 3-ті жазып аламыз. 3 бүтін 7-тен 7. Сонда 3 бүтін 7-ні жазып аламыз. 7-ні 3-ке көбейтіп, жаңағы 7-ге қоссақ, 28-де 7 болады. Төртінші есеп. Төртінші есепті қарайық, балалар. 9-дан 10-нан 9 және 8. Бұл жерде 9-дан 10 деп жазып аламыз да. 10-нан 9 деп аталады негізі, балалар. 7 бүтін 10-нан 10. 9-да 10-ды жазып алсақ, 10-нан 9-да. Так, 70. 70-ге 10-ды қоссақ 80. 80 бөлінген 10. Бесіншісі, балалар, енді 15 және 10-нан 3. Бір санға кемітіп, 10-ға келтіріп аламыз. Және 10-нан 3. Бұл жерде 140, 150 болады. 150 нүктелі тұр. 3-тен 10. Сойы қалады. Келесі. 6-шы есеп. 20 және 8-ден 3. Так, 19-да 8-де 8. 8-де 3. Енді, балалар, бұл жерде ортақ бөлім бізде 160 болады да. Көбейтсек, оны 8-ге бөлсек, бізде 20 шығады да. Ал наны сол күйі өзін жазып қоя саламыз. 7-ші есеп 9 және 12-ден 5. Бұл жерде 8 деп жазасыздар да, бір санға кемітіп жазамыз. Яғни 12-де 12 деп жазып аламыз. Және 12-ден 5. Бұл жерде енді қанша болады? Көбейтсек бізде 108 болады да, балалар. Так, 108-ді 12-ге бөлеміз және 5-де 12. Енді 8-ші есеп шығарамыз. Бұл жерде 7-де 11 жазып алсақ, так, 2-де 11-де 11. Енді 7-де 11 өзін жазып алсақ, так, бізде 22, 22-ге 11-ді қоссақ, 33 бөлінген 11 болып қалады екен.